Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен муравейник тәттісін пісіремін. Ол үшін бізге керегі ұн, жұмыртқа, бөлме температурасында еріген сары май, ас содасы және қант. Осының барлығын араластырып, жақсылап қаттығып қамырымызды үйдейміз. Дайын болған қамырымызды 1-2 сағатқа морозильникке салып қоямыз. Қатып тұрған қамырымызды алып, осылай үкіштен немесе тартқыштан өткізіп аламыз. Қызып тұрған пешімізге салып, 180-200 градуста пісіріп аламыз. Ерген майымызды және вареный сгущенкамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Өз қалауларыңыз бойынша бетіне мақ сепсеңіздер болады. Жұп-жұмсақ әрі дәмді муравейнигіміз осындай болып шықты. Сіздермен болған Әйгерім. Пікір жазып, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.